Баршаңызға күн сәтті өтсін. Бүгін сіздерге осындай дәмді макарон жасауды көрсетемін. Бізде өте дәмді, езілмей шығады және жылдам жасаймыз. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен картошка, сәбізімізді, пиязымызды аршып аламыз. Қабығын ашып, тазалап аламыз. Видеоны қарамас бұрын менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Менің арнамда пайдалы, оңай рецепттер өте көп. Кіріп, қарап шықсаңыздар болады. Қажеттеріңізді табасыздар деген ойдамын. Видео сіздерге пайдалы болса, пікір қалдырып, лайк басып отырсаңыздар. Барлығын жуып тазалап аламыз. Қазанымызды отқа қоямыз. Және де етімізді майдалап турап аламыз. Тез пісетін тағам болғандықтан кішкене майдалау етіп тураймыз. Осылай майдалап турап аламыз. Ал енді қазанымызға майымызды құйып аламыз. Май қызайын дегенше сәбіздерімізді турап аламыз. Осылай жіңішке ұзынша етіп тураймыз. Тағамымызға ерекше дәм беретін сәбізіміз бен картошкамызды турап аламыз. Ең соңында пиязымызды тураймыз. Және де уақытты үнемдеу үшін осылай макарондарымызды табамызға салып, пешке салып қыздырып аламыз. Қызартамыз осылай. Ал бізде майымыз қызып қалды. Қызып тұрған майда еттерімізді қуырып аламыз. Араластырамыз. Артынан пиязымызды салып қуырамыз. Кішкене қызарғаннан соң сәбіздерімізді салып қуырып бастаймыз. Дәміне қарай ас тұзын қосамыз. Араластырып, қуырып жібереміз. Ал келесі картошкаларымызды қуырамыз. Қызартып, әдемілеп қуырып аламыз. Және де осылай қызарып тұрған макарондарымызды қосамыз. Араластырып жібереміз. Ал енді жылы суымызды құямыз. Суымыз тартылған кезінде қақпағымызды жауып, отымызды орташа отқа қоямыз. Ал бізде тағамымыз пісіп шықты. Езілмей, әдемі болып, дара-дара болып шығады. Және де уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Баршаңызға ас болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.